Декабрьнің 9-ы тарихта насыл күнлерінен бағлы олғаны ақында тақдим етеміз. 1836 сенесі Петербург шерінде Михаил Иванович Глинканың «Қырылның аяты» адлы операсының тақдимы олып кечті. 6 ел кечіп, бұ күні Михаил Глинканың «Руслан ве Людмила» деп адландырылған, саналаштырылған опера серджілерге авале етіле. 20-нче асырға кечсек, реологик жемиет дүнияға келе. Реологик жемиет өзінің теркібіне эсап, аятият, химия кебі доғры фенлерні қаплап алып, 1929 сенесі Америка Қошма Штатларында тешкіл етіле. 1968 сенесі ise Сан-Франциско шерінде Дуглас Энгельбар тарафындан бірінші оларақ компьютер сычаныны кеш етілді. 2005 сенесінде Лондонда Рутмастер адлы екі қатлы автобусларының ишлетілігі қайт етілді.